Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 4 сынып 122 сабақты өтетін боламыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бала арманы үстеу. Алдымен балалар сабақты бастамастан бұрын каналға тіркеліп, міндетті түрде видеоға лайк басып қойыңыздар. Бүгінгі сабақта біз өтетініміз, яғни мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарды қоятын боламыз және үстеулерді қатыстырып сөйлем құрап, және сол сөйлемнен үстеулерді табатын боламыз. Бізге бірінші берілген 7-ші жаттығу. 7-ші жаттығуда мәтін берілген және сурет берілген. Алдымен мәтінді толық оқиық балалар. Наралтай мен Нәр ойнап отырып, бір-бірінің болашақта кім болатынын сұрайды. Наралтай: мен ғарышкер боламын, айға ұшамын дейді. Нәр: мен де ғарышкер боламын. Сен бүгін айға ұшсаң, мен ертең күнге ұшамын дейді. Сонда Наралтай күліп: күннің беті жанып жатқан от қой. Оған қонсаң, жанып кетпейсің бе? дейді. Сонда Нәр: мен онда күннің бетіне түнде қонамын деген екен. Мәтін Жәди Шәкендікі. Енді осы мәтін бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Мәтіннің мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып және оған жауап бер. Ол үшін сенің ойыңша қалай ойлайсың, неліктен деген сөздерді пайдалан және мәтіндегі үстеулерді тауып мағынасын түсіндір. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт дейді. Енді біз осы үш сөзді қатыстырып алдымен сұраулы сөйлем құрайық, иә? Бірінші, сенің ойыңша, яғни сенің ойыңша күнге ұшуға бола ма? Екінші, қалай ойлайсың? Қалай ойлайсың? Үтір, күннің беті жанып жатқан от па? Үшіншісі бізде неліктен деген сөз, иә? Неліктен Нәр күннің бетіне түнде қонамын деп жауап берді. Осылай үш сөйлемді құрастырсақ болады, яғни сұраулы сөйлемді. Одан кейін мәтіндегі үстеулерді тап дейді. Мәтіндегі үстеулер бұл бүгін, ертең және түнде. Бұлар мезгіл үстеулері болады. Олардың барлығы қашан деген сұраққа жауап береді. Келесі балалар берілген ережені мұқият оқып, есте сақтайық. Қашан сұрағына жауап беретін үстеулерді мезгіл үстеулері деп атайды. Мысалы, күндіз оқиды. Қашан оқиды? Күндіз оқиды. Жаздай демалады. Қашан демалады? Жаздай демалады. Келесі енді бізде 8-ші жаттығу. Мақалды оқып, жатқа жаз. Ерте шықсаң, алдыңнан күн шығады. Кеш шықсаң, алдыңнан түн шығады дейді. Мезгіл үстеулерін тауып, астын сыз, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт дейді. Бұл жерде мезгіл үстеулері ерте және кеш. Асты сызылған, балалар, қараңыздар. Енді осы сөздердің, яғни үстеулердің қай сөзбен байланысып тұрғанын айт дейді. Ерте деген мезгіл үстеуі шықсаң етістікпен, яғни ерте шықсаң болып байланысып тұр. Кеш мезгіл үстеуі шықсаң деген етістікпен байланысып тұр. Кеш шықсаң, қашан шықсаң, ерте шықсаң, қашан шықсаң, кеш шықсаң. Яғни екеуі де қашан деген сұраққа жауап береді. Енді келесі бізде 9-ші жаттығу. Бұл жерде сөздердің сыңарын тауып, әрқайсысымен сөйлем құрап жаз дейді. Бұрын, қазір, бүгін, ертең, таң сәріде, бұл кеш батқанда. Қысты күні, жазды күні болады. Енді бірінші сөйлем құрайық. Бұрын дәрігер болуға қызығатынмын. Ал қазір мұғалім болғым келеді. Яғни бұл жерде үстеу бұрын, қазір. Екінші сөз бойынша бүгін, кеше. Бүгін сабақтарымды оқып қойсам, ертең деген, яғни ертең демаламын. Үшіншісіне, таң сәріде, кеш батқанда. Әкем таң сәріде жұмысқа кетіп, кеш батқанда бірақ келеді. Одан кейін қысты күні және жазды күні. Қысты күні қар күресем, жазды күні бақшаны тазалаймын. Келесі бізде 10-ші жаттығуда жасырылған сөйлемді таңбаға сәйкес, яғни әріптердің көмегімен тауып, оқы және жаз дейді. Суретке қарап мұқият балалар. Бұл шешетін болсақ, таңбаларға байланысты сөзді. Бүгінгі күн, ертеңгі тарих болады екен. Келесі бізде 11-ші жаттығу. Кестені тиісті сөздермен ауызша толтыр және оларды өзара салыстыр дейді. Бізге зат есім, сын есім, етістік және үстеу. Осы 4 сөз табып берілген. Сөз таптарының ұқсастығы мен өзгешелігінің мағынасына, сұрақтарына және қай сөзбен байланысатынына қарай анықта, содан соң өзің тұжырым жаса дейді. Яғни әрқайсысына балалар, яғни 3 мысалдан келтірейік, Мысалы, зат есімге алма, табиғат, көйлек. Сын есімге дәмді, әдемі, қызыл. Етістікке тұрды, оқыды, келді. Үстеуге азанда, кеш, бүгін. Мысалы, бұл жерде зат есім мен сын есім байланысады екен. Яғни дәмді алма.
Алма не зат есім, дәмді қандай сын есім. Одан кейін әдемі қандай, табиғат не. Сонда бұл жерде әдемі табиғат, қызыл көйлек болады екен. Ал енді бізде етістікпен үстеу байланысты екен, иә. Азанда тұрды, кеш оқыды, бүгін келді деген секілді. Осымен балалар, бүгінгі біздің 122-ші сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар балалар. Сау болыңыздар.